dostlar. Sizlerмен бүгінен Мариям және Әбдірахман. Достар, бүгін бізде тағы да челлендж болады. Бұл челленджде достар бізде мынандай қағаздардың ішінде аға, әпке, ана, әке деп жазылып тұр, жеңше деп. Яғни біз қазір бұның барлығын пиалаға салып, осы пиалаға салып қоямыз. Және де бұл челленджде біз осының қағаздардың біреуін таңдаймыз да, мысалы, мынада аға түсті. Ағада біз аға туралы өлең немесе ән айтатын боламыз. Ал егер айтпайтын болса, басынан шертетін боламыз. Онда бастайық. Бұл өте қызық челлендж болайын деп тұр. Я, біз қазынан ішіндегілерді араластырып аламыз. Енді Сулифа. Сулифа. Мен түсіп қалдым, бұл құдығы сат. Енді біреуін таңда. Қандай түсеткен? Әні? Әмі өзі өнемін ғой. Әні деген негізі маған түсі керек еді. Мен өзім ініме арнап ән шығарып беретін едім. Айт енді. Айта алмасаң басынан шертем. Айта алмайын. Айта алмайын дейді достар. Әні туралы көп ән есіміз емес. Онда мен бұның басынан шертем. Шерттім. Енді менің кезегім. Қазір араластырып алатын боламыз. Қараңыздар. Мен мынаны ең оңай достар, қараңыздар. Ана. Мен не айтсам болады? Ана туралы мен айтамын. Өлең ән айтып берем. Ана, аяулым өзіңмен мақтанамын. Ана, мен сені меккеге апарамын. Ана, аяулым өзіңмен мақтанамын. Жұбанышым деп айттым. Енді мен шатас болса да айткен достар. Әйтеуір айтпасам басына шертетін еді. Келесі мен інім болады. Достар, міне менің інімнің кезегі, қараңыздар. Араластырайын, ой, біреу шықпайды. Міне араластырдым, біреуін таңда. Қазір қайсы таңдайсың? Қандай? Әні. Қайтадан әні. Достар, біз қайтадан істеп көрейікші. Әйтпесе мынаған тағы үн түсіп қалды. Таңда біреу. Айтасың. Ана!